Ақтөбе футбол командасы өз жерінде Киевтің Динамосына 2-3 есебімен есе жіберді. Европа лигасы шеңберінде өткен ойынның тартысты өткеніне көрермен куә. Мықты командалардың бірі саналатын Динамошыларға есе жібермеу үшін Ақтөбе ойыншылары барын салды. Қарсыластар сапынан ойыншы байқаусызда өз қақпасына гол соғып алғаны сол-ақ екен, ақтөбелік ойыншылардың үміт оты оянды. Нәтижесінде Марат Хайруллин есепті еселеген болатын. Алайда бұл күні қонақ команданың мерейі үстем болды. Ақтөбе командасының бас бапкері Владимир Никитенко тілшілерге берген сұхбатында қорғаныстың әлсіз болғанын айтты. Ал Киев командасының жаттықтырушысы ойыншыларына көңілі толмағанын жеткізді. Командалар арасындағы қарымта кездесу 29 тамыз күні Киевте өтеді. УЕФА шешімі бойынша матч жанкүйерлерсіз бос стадионда болады. Если честно сказать, то я не удовлетворен. Шынын айтқанда менің ойынға көңілім толмады. Біз 3-2 есебімен ұттық, алайда алаңдағы ойыншыларымыз бар мүмкіндігін пайдаға жарата алмады. Команда болып ойнау керек, егер солай болған жағдайда есеп жоғары болар еді. Екіншіден бүгін қорғаныста кеткен қателермен жұмыс істеу керек. Менің көңілім толмай отыр. Біздің бүгінгі міндетіміз доп соғумен қорғану еді. Алайда тек бір міндет орындалды. Қарсылас команданың ойыншылары осал емес. Бүгінгі кездесуден қорытынды шығарып, қарымта ойында есе жібермеуге тырысу қажет. Қорғаныстағы ойыншыларға артылатын үміт зор. Шабуылды да жүйелі түрде ұйымдастыру қажет. Ортақ жеңіске жетеміз.